Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін мынандай өте күшті болып шығатын кофейный зернаны жасайтын боламыз. Алдымен біз керек заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге май, какао, жылы су, кофе, ұн, қант, бір жұмыртқа, крахмал және сода керек болады. Ең алдымен жылы сумен кофемізді араластырып аламыз. Ең алдымен жұмсақ сары майымызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Және нөстермен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араластырып болдық. Оның үстіне жұмыртқамызды жарып аламыз. Нөстермен тағы араластырамыз. Араластырып болдық. Оның үстіне жаңағы кофемізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Ал енді құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Оның үстіне какао саламыз. Крахмал саламыз. Және содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араластырып болдым. Енді жаңағы массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Нөстермен жақсылап араластырып аламыз. Енді жақсылап қамыр илеп аламыз. Мінекей менде осындай қамыр шықты. Енді ол қамырды пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей жарты сағат өтті. Ал енді таразының көмегімен өлшеп аламыз. Мен 40 граммнан өлшеп жатырмын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша 30-20 граммнан да жасасаңыз болады. Сосын кофенің дәнінің пішіні ретінде сопақ қылып жасаймыз. Мінекей өстіп сопақ етіп пішін жасап аламыз. Сосын пышақтың көмегімен ортасын кесеміз. Мінекей менде осындай әдемі кофенің дәнінің пішін шықты. Өстіп қалғандарын да жасап аламыз. Міне өздеріңіз көріп жатқандай мен әртүрлі көлемде етіп жасадым. Үлкен, кіші. Ал енді дайын болған печеньені 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын болды. Өте жұмсақ, күшті болып шықты. Баршаңызға ас болсын.